Саламатсызбы оқушылар. Менің аты жөнім Рабилов Ержан Сманбекұлы. Дене тәрбиесі сабағынан сабақ беремін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кіші футбол. Кіші футболды айта кететін болсақ, әзір әлемде ең мықты дамыған спорттың бір түрі болып есептелінеді. Және де бұл үлкен және кіші футбол болып екіге бөлінеді. Кіші футболды әсіресе көбіне осы уақыттарда жоғарғы оқу орындарында, орта оқу орындарында, мектептерде көп қолданыстарға ие болады. Сонымен қатар бұның біздің Қазақстанда пайда болу, спорттың ең алғашқы шығу тарихына келсек, 1914 жылы Семей қаласында жарыс командасы дүниеге келген. Ол жерде біздің атақты өзіміздің жазушымыз Мұхтар Әуезов ойнаған. Ал енді шағын футбол дейміз. Шағын футбол қысқартылған түрде алған бір командада 5 ойыншы, бір қақпашы болып есептелінеді. Қақпаның негізгі бөлігі 2-3 болып есептелінеді. Алаң 40-20 болып есептелінеді. Жүгіріп денемізді қыздырғаннан кейін келесі жалпы дамыту жаттығуларына кіреміз. Жалпы дамыту жаттығуларымыз бастан бастап аяқтан аяқталады. Бірінші жаттығуымыз қолымыз белде, аяғымызды иық деңгеймен қоямыз, басымызды алдыға, артқа, оңға, солға. Осы жаттығуларды 3 реттен қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз иығымызды алдыға 2 рет, артқа 2 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды 3 реттен қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз қолымыз белімізде, белімізді оңға, солға 4 реттен айлаймыз. 1, 2, енді оңға 1, 2. Келесі жаттығуымыз оң аяққа, сол аяққа отыру. 1, 2. Қолымызды мүмкіндік болса құлпаға ұстаймыз, алдыға созамыз. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды 3-4 реттен қайталаймыз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз енді аяғымызды жоғары футбол жаттығуы болғаннан кейін көбіне аяқ жаттығуларына жаттығула береміз. Тіземізді кезек-кезектен 1, 2. Әр аяққа 10 реттен жаттығуладан береміз. Келесі жаттығуымыз аяқтарымыздың басына оңға солға айландырумен кистыларды әрқайсысын 10 реттен қайталаймыз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу енді қолымызды алдыға ұстаймыз, отырып тұру. 10 реттен отырып тұрамыз. 1, 2. Толық табанға отыруымыз керек. Осы жаттығуды 10 реттен қайталаймыз. Допты аяқтың ішкі қырымен тебу. Аяқтың ішкі қырымен қақпаға да, өзіңнің серіктестеріңе де пас беруге де болады допты. Келесі, допты аяқтың сыртқы қырымен. Бұл да жаңағы қолданысқа. Допты әртүрлі тебуде. Пас беруге де, қақпаға соғуға да ыңғайлы. Содан кейін допты жерден көтерілгеннен кейін кішкене әуеде тұрып тебуде аяқтың беткі қырымен тебеміз. Үстің жағы дейді. Аяқтың жаңағы күш алуға да өте ыңғайлы тебудің бірі болып есептелінеді. Допты табанмен тоқтату. Өзіңізге ыңғайлы. Допты бірден тоқтату әдістің біреусі осы. Допты аяқтың ішкі қырымен тебу. Келесі әдісіміз. Допты аяқтың сыртқы қырымен тебу. Келесі жоғарыдан келген допты аяқтың бетімен тебу. Кеудемен тоқтату әдісі. Ал оқушылар, сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Кіші футболдың ережесі мен техника тактикаларын қайталау. Сонымен қатар үй жағдайында доппен, допсыз жаттығуларды қайталау. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.